Үлкенге де кішіге де бірдей пайдалы котлет ол әрине бауырдан жасалған котлет, және де ол бауырдан жасалған котлеттің түрі бар. Соның бүгін мен сіздерге өзім дайындайтын түрін көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен мен бұл жерде қойдың бауырын алдым. 900 грамм шықты. Қажетті емес пленкаларын және осындай артық заттарын, еттерін алып тастаймыз қолдан. Кейіннен блендерға немесе мясорубкаға, ет тартқышқа ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Мен бұл жерде блендер қолдандым. Блендер жоқ болса, ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Кейін қыздар блендерден өткізетін болсаңыздар, қатты майдалап жіберудің қажеті жоқ. Блинчик сияқты болып кетеді ол кезде. Олай емес, сәл-сәл осылай майдаланған кезінде аласыздар да ыдысымызға салып, одан кейін сол блендердің ішіне картошка, сәбіз және де чеснок пен пиязды салып, жақсылап блендерден оны да өткізіп аламыз. Неше штуктан қажет екенін описание қалдыратын боламын. Кейіннен үстіне 2 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сүт және еліктен өткізіп ұн қосатын боламыз, қыздар. Қыздар, бауырдың пайдасын айтпасам да білетін шығарсыздар, бірақ сонда да бұның қанды ең жақсы көтеретін, қан көбейтетін зат екенін тағы бір айта кетейін, қыздар. Қаныңыз аз болса, 2 қабат болсаңыз, немесе емізулі келіншек болып басыңыз айналып жүрген болса, міндетті түрде осы котлетті жасап көріңіздер, жасап жеңіздер. Үстіне тұз бұрышын саламыз да, қызып тұрған майда 2 бетін 2-3 минут, 2-3 минуттан пісіріп аласыздар. Өте тез дайын болады және де жеңіл ас деп айтар едім. Тіптен бауыр жемейтін адамдардың өзіне қатты ұнайтын тамақ. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама жазылмаған қонақ болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.